Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, 4 нәрсені зикірін күшейткіле деген. Екеуі менен Алла робыңарды разы қыласыңар. Екеуі менен сіздердің мұқтаждығыңар, сіздердің ең чоң қажетіңер байланған. Екеуі менен Алланы разы қыла тұрған, бұл ла илаха иллаллах, анан астағфируллах. Ушыны көп айтқыла, ушы арқылы Алла Таала сіздерден разы болады. Алла Таала ла илаха иллаллах қанша жол айтсақ, Алла Таала ошончолық разы болады. Астағфируллахны қанша жол айтсақ, ошончолық разы болады. Ал эми екеуі сіздердің қажетіңер, ансыз арғаңар жоқ дегені, бейішті сұрағыла, дозоқтан пана телегілі. Ең чоң қажетіңер мына ушу. Түбөлүктү бейіштен орын алу, түбөлүктү дозоқтан сақтану, біздің ең чоң қажетіміз ушу. Бұл дүниедегі жегеніміз, ішкеніміз, ұқтағанымыз, тұрғанымыз, бұл дүниедегі қажет ахиреттің алдында қажет емес. Океандың алдындағы бір тамчының қанша даражасы болса, қанша орды болса, ошоға окшош эле. Шон үчүн иншалла өзүбүзгө дуа кылайлы, элибизге дуа кылайлы, бүткүл үммөткө дуа кылайлы. Алла Таалам хидаят берсин, жүрөктөрүн иманга ачсын. Алла Таалам бейиштин жолун көрсөтсүн, шайтандын жолунан сактасын. Алла субхана ва таала бизди оңдосун, ички дүйнөбүздү тазаласын. Мунафыктыктан, жек көрүүдөн, көрө албастык, текеберлик, ач көздүк деген нерсенин бардыгынан жүрөктү тазалаган Алла Тааладан дуа кылайлы. Дуалар кабыл боло турган. Сөзсүз ар бир мусулман эркектин, аялдын Рамазан айда кайтарымсыз сөз бир дуасы кабыл болот. Калганы дагы боло берсе, бирок бирөөсү сөз болот деген да.